Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар. Бүгін біз саулық лайф жастар денсаулығын сақтау қозғалысының ұйымдастырып жатқан марафонын 5-ші тақырыбын бастайтын боламыз. Бүгінгі біздің тақырып ол отбасын жоспарлау болып табылады. Яғни отбасын жоспарлау дегеніміз не? Отбасын жоспарлау ол бізде ерлі-зайыптылардың өздері қалаған уақытта өзара бір-бірімен келісім жасау арқылы және өздерінің жаңағы денсаулықтарын ескере отырып балалардың санын және олардың арасындағы аралықты және сау ұрпақтың дүниеге әкелу үшін жауапкершілік алатын процесс болып табылады. Бұл ана мен баланың денсаулығын қорғауға, отбасының әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсартуға және де қоғамның тұрақты дамуына ықпал ететін бірден бір процестердің бірі. Жалпы отбасын жоспарлауға не кіреді? Отбасын жоспарлауға жыныстық қатынасқа дейінгі жүктіліктен сақтану және де жұптың дені сау балалы болуға дайын болуы болып табылады. Отбасын жоспарлаудың артықшыларына келетін болсақ, отбасын жоспарлау ең бірінші ол денсаулықты сақтау, яғни жүктіліктің арасындағы оңтайлы аралықты сақтау және ана мен баланың денсаулығын қорғау болып табылады. Сонымен қатар бұл әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты бақылауға әсер етеді, яғни бұл жерде ең бірінші ол отбасы өзінің қаржылық жағдайын жоспарлай білуі керек, балаларға сапалы білім мен тәрбие беру мүмкіндігін арттырып, соны алдын ала жоспарлауы керек. Келесі бізде гендерлік теңдікке, яғни бұл оңтайлы жоспарлау арқылы әйелдердің білім алуы және оның мансаптық өсу мүмкіндіктерін кеңейту болып табылады. Жалпы жыныстық қатынас басталмас бұрын біз қандай сұрақтарға жауап беруіміз керек? Ең бірінші ол, сіз болашақ сексуалды серіктесіңізбен қандай қарым-қатынастасыз? Себебі бұл да ең бірінші бұл сіздің өмірлік жаңағы жарыңыз болғандықтан, бірге сау ұрпақты жоспарлағандықтан, бұл ең бірінші сіздің өміріңіздегі ең маңызды адамдардың бірі болып табылады. Және келесі сұрақ ол бізде бұл адаммен осы жағдайда, осы жерде сіз өзіңізді қауіпті сезінесіз бе? Яғни бұл психоэмоционалды жағдайдан, моральды жағдайдан, қаржылық жағдайдан сіз өзіңізді 100% қауіпсіз сезінуіңіз керек. Және келесі сұрақ ол бізде бұл қарым-қатынас екі жақты келісім барысында болғалы тұр ма? Сіз шын мәнінде осыны қалайсыз ба? Яғни бұл сұраққа жауап беретін кезде, мысалы бізде менталитетке байланысты, стереотипке байланысты, қоғамның немесе басқа да туған-туысқандардың айтуымен де болуы мүмкін. Сондықтан да бұл ең бірінші әр адамның өзінің ішкі жан дүниесіндегі өзінің қалауы болуы керек. Осы сұраққа шынайы жауап беру керек. Әлде сізге қысым серіктестен немесе қоғамнан жасалып жатыр ма? Және келесі сұрақ ол бізде сіз қорғалғансыз ба? Және ең соңғы сұрақтардың бірі ол сіз серіктесіңіздің сізге ешқандай жыныстық жолмен берілетін инфекцияларын жұқтырмайтынына сенімдісіз бе? Яғни ең бірінші ол баланың денсаулығына тек қана ана емес, ол әке де жауап беретін болғандықтан, бұл жерде әкенің денсаулығы да өте көп маңызды рөл атқарады. Сондықтан да ең бірінші осы серіктеске сенімді болу керек, яғни ол ешқандай жыныстық жолмен берілетін инфекцияларды алып келетін адам болмауы керек. Жалпы жыныстық қатынас дегеніміз, яғни ол басқа адамдармен арадағы жақындықтың ең жоғарғы деңгейі болып табылады. Сондықтан оның басты кепілі, яғни бұл жерде тек қана бұл қозу процесі ғана емес, сонымен қатар бір-біріне ең бірінші сенімділік арту болып табылады. Яғни сенімділік болмаса, бұл жерде кішкене қиынға соғады. Жыныстық қатынас жалпы кәмелет жасқа жеткен ересек адамдардың арасында ортақ белсенді келісім арқылы, яғни ментальды, саналы түрде бұл барлығы келісімді болуы қажет. Жалпы белсенді келісім принципі дегеніміз не? Бұл принцип бойынша, яғни бұл жұптар жыныстық қатынасқа түсер алдында міндетті түрде ол өз еркімен және өз қалауымен түседі, яғни ешқандай қысымсыз өзінің қалауын өзінің партнерына сенімді түрде айтып жеткізе алады, өзіне сенімді түрде сездіре алады.
Сондай ақ кез келген жұптың бірі жыныстық қатынас немесе басқа байланыс кезіндегі осы жыныстық процесті жалғастырудан бас тартуға толықтай құқылы. Бұндай кезде екінші жыныстық партнер бұл өз әрекетін дереу тоқтатып, өзінің партнерін тыңдап, тезірек бұл процесті тоқтату керек болып табылады. Жалпы өмірде сынатын мынандай принциптер бар. Ең бірінші принцип ол қатынасқа түсетін адамдардың жасы. Яғни ол міндетті түрде кәмелеттік жасқа жетуі керек, себебі кәмелеттік жасқа жетпеген жыныстық қатынас бұл көбінесе жаңағы жасөспірімдік жүктіліктерге алып келуі мүмкін, ал бұл өз кезегінде көптеген асқынуларға алып келеді. Сондықтан да бұл ең маңызды факторлардың бірі болып табылады. Келесі принцип бізде жыныстық қатынас кезіндегі жағдай, яғни алкогольді жағдайда немесе есірткіні тұтынған жағдайда, қатты стресстік жағдайларда немесе жыныстық жұптардың жыныстық қатынасқа толық келіскен жағдайында ғана көз жеткізіп сол процеске дайын болу керек. Келесі ол бізде адамдардың бір-біріне қатысты тең позицияны ұстануы. Яғни позициялар, мысалы оқытушы студент позициясында немесе қаржылы тәуелділік жағдай болған жағдайларда болуы мүмкін. Сондықтан да барлық жұптар бұл процестің алдында, яғни бұлардың позициясы тең деңгейде болуы керек. Яғни бұл жоқ дегеніміз жоқ, және иә дегеніміз иә принципі бойынша айтатын болсақ, яғни бұл жыныстық қатынаста бұл шешімді қабылдау үшін жыныстық жұптардың екеуінің де бірдей қабылдауы маңызды рөл атқарады. Яғни қатынасқа түспестен бұрын қыздың келісімін міндетті түрде алу керек. Ол тіпті сенің қалауыңды ояту үшін арнайы киінген сияқты болып көрінсе де, бұл жыныстық қатынасқа түсу міндетті деген сияқты, немесе сол үшін флирт жасап тұрғандай болса да, бұл физикалық жақындық бұл қыздың келісімсіз жасалуы міндетті деген түсінікті білдірмейді. Мысалы, күлімдеу, жымию немесе бас изеу сияқты, егер жұбыны солай келісім беретін болса, бұл міндетті түрде ол жыныстық партнердің келісім берді деген сөзі емес. Адамдардың тәрбиесі және олардың мінез құлқы әртүрлі болып келеді. Сондықтан да келісім сөзбен айтылуы керек. Қыз алдымен иә деп жауап берсе, ал физикалық жақындық басталар алдында ол бас тартатын болса, оның шешімін құрметтеп, жыныстық қатынасты ол толық дайын болған уақытқа дейін шегеруге міндеттелуі керек. Және бұл жерде айта кететін маңызды тақырыптардың бірі, бұл жігіттің қозып алғандықтан оргазм алуға көмектесу керек екенін, әйтпесе жағдай нашарлайтынын айтса, мұның манипуляция екеніне міндетті түрде көз жеткізу керек. Себебі ол әр адам өзінің қалауынан аттап кетпеу керек. Яғни ең бірінші ол өзін ғана ойлап, өз шекарасын бұзбауы керек. Және міндетті түрде өзінің ішкі дауысында тыңдау керек. Шынымен бұл жыныстық қатынасқа түскің келеді ме? Бұл сенің ішкі қалауың ба? Егер де жыныстық қатынасты қаламайтын болсаң, бұл норма болып табылады, бұл уайымдайтын, алаңдайтын жағдай емес. Жыныстық қатынасқа мүлдем дайын болмау да бұл қалыпты жағдай болып табылады. Яғни екі жыныстық партнер екеуі де дайын болған кезде ғана бұл процеске түсуге болады. Жалпы жыныстық қатынастың нормалары. Егер де менталды жағынан, психоэмоционалды жағынан екі жақта екі партнерді дайын болатын болса, онда жыныстық қатынас орын алса, онда бірінші жүктіліктен сақтану ережелерін естен шығармау қажет. Егер де жүктілікті әлі жоспарламайтын болса, онда міндетті түрде алғашқы жыныстық қатынаста мүшеқаппен, барьерлі методпен қорғанған дұрыс. Және әр жыныстық қатынастың алдында және аяқталғаннан кейін жеке гигиена әдістерін ұмытпау керек. Бұл яғни қабыну процестерін және неше түрлі ауруларға, асқынулардың алдын алу болып табылады. Жалпы отбасын жоспарлаудың артықшылығы. Отбасын жоспармен құрғанда адамдар қалаған бала саны немесе олардың арасындағы туылу жас айырмашылығын анықтауға қол жеткізеді. Оған контрацепция әдісін қолдану және бедеулікті емдеу арқылы жетеді. Отбасын жоспарлау не нәрсеге көмектеседі?
Бұл ең бірінші адам құқығын іске асырады. Келесі бізде ол өмірді құтқарады және денсаулықты сақтайды. Экономикалық жағынан да, бұл қаржылық жағынан да кедейлікті азайтады. Әйелдердің құқығы мен мүмкіндігін кеңейтеді және бұл тұрақты дамуға алып келеді. Және осы жыныстық қатынас кезінде бірнеше мысалы күтпеген жағдайлар орын алуы мүмкін. Солардың бірі ол мүше қап жыртылғанда немесе дәрі ішуді ұмытқан жағдайда жүктіліктің алдын алу үшін қандай әдістер қажет. Яғни бұл жерде бізде өзі стандартты берілген контрацепция әдістерінен басқа бізде тағы да шұғыл қолданатын контрацепция әдістері бар. Бірақ бұл әдісті бір жылда 2 реттен артық қолдануға болмайды. Себебі ол өз кезегінде әйел адам денсаулығына көптеген асқынулармен көрініс табуы мүмкін. Және таблеткаларды тек жыныстық партнермен кездескенде қабылдап, басқа уақыттарға қабылдауға болмама. Таблеткаларды егер де жыныстық қатынас болмаған кезде де, мысалы регулярлы түрде жыныстық қатынас болмаса да, бұл контрацепцияны міндетті түрде қолдануы керек. Және шұғыл контрацепцияны қолдану айта кететін болсақ, бұл жерде міндетті түрде жыныстық қатынас болғаннан кейін 72 сағаттың ішінде қолдану керек, себебі ол сағаттан асып кететін болса, ол өзінің эффективтілігін жояды. Бұл және өз кезегінде жоспарланбаған жүктілікке алып келуі мүмкін. Тоқтатылған жыныстық қатынасты жүктіліктен қорғанудың әдісі ретінде қолдануға бола ма? Тоқтатылған жыныстық қатынас бұл ер адамның қатынасты эякуляцияға дейінгі, яғни шәует шашуға дейінгі тоқтату процесі болып табылады. Бұл контрацепцияның әдістеріне жатады, бірақ бұл сенімділігі жағынан өте төмен контрацепция әдісі болып табылады. Яғни бұл шәует шашу процесін бақылау өте қиынға соғады. Сонымен қатар үзілген жыныстық қатынасты контрацепция әдісі ретінде қолданғанда, яғни алдыңғы эякуляциядан кейінгі үрпі түтіктерінде қалған шәует қалдықтарынан жүкті болу қаупі өте жоғары болып табылады. Яғни сперматозоидтардың белсенділігі 24 сағатта олар активті болғандықтан бұл жүктілікке алып келуі мүмкін. Тоқтатылып жасалынған жыныстық қатынас әдісі жыныс жолдарымен берілетін жұқпалы аурулардан қорғай алмайды. Себебі бұл жерде барьерлік метод болмағандықтан сперматозоид арқылы инфекцияның жұғылу мүмкіндігі өте жоғары болып табылады. Жүктілікті қалай анықтауға болады? Ұрықтанған аналық жасуша үшін жаңағы жатыр слимейлі қабаты, қоректік ортасы және ол қауіпсіз орта болып табылады. Енді ол бөлінбейтін, келесіде ол слимейлер бөлінбейтін болғандықтан келесі етеккір циклы, яғни ол жерде болмайды. Жүктіліктің тағы бір белгісі ол ең бірінші ол жүректің айнуы, құсу, тәбет пен көңіл күйдің өзгеруі сияқты симптомдар болуы мүмкін. Үй жағдайында жүктілікті анықтау үшін біз тест арқылы анықтауға болады. Бұл яғни зәр құрамындағы хориондогонадотропин атты гормонның көрсеткішін анықтауға негізделген. Яғни бұл жерде сонымен қатар ең нақты әдістердің бірі ол хориондогонадотропин гормонын қаннан алу, яғни қан тапсыру арқылы 48 сағаттың ішіндегі интервал арқылы тапсыру керек. Яғни бірінші рет бұл гормон тапсырғаннан кейін келесі гормонды 2 күн өткеннен кейін тапсыру керек. Яғни бұл динамикалық түрде біз хориондогонадотропин гормонының динамикада өсіп жатқанын бақылай аламыз. Егер де бұл гормон өсіп жататын болса динамикада, демек ол жүктілік бар деген шешімге келеміз. Жалпы заңнамаға сәйкес келетін болсақ, біздің елімізде 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасында отбасын жоспарлау мәселелері маңызды орын алады. Яғни қазіргі кезде бұл тақырыпқа өте көп көңіл бөлінуде. Мемлекеттік отбасылық саясат отбасының өмір сүру жағдайын жақсартуға және сапасын арттыруға бағытталған көптеген ұйымдастырушылық, экономикалық, құқықтық, ғылыми, ақпараттық және кадрлық қамтамасыз ету шараларын қамтиды. Қазақстандағы қандай отбасын жоспарлау қызметтері бар? Яғни Қазақстанда бұл медициналық санитарлық алғашқы көмек көрсету деңгейінде отбасын жоспарлау бойынша кеңес беру және қызмет көрсету шаралары жүзеге асырылады. Бұл және бізде яғни ферсилді жастағы әйелдердің репродуктивтік денсаулығын жақсарту, ауруларды ерте анықтау, оларды диспансерлік түрде, динамикалық түрде бақылай алу және оларды сауықтыру бойынша көптеген іс-шаралар жүргізіледі.
Отбасын жоспарлау бұл әрбір отбасының және жалпы қоғамның, мемлекеттің денсаулығын арттыруға бағытталған маңызды қадамдардың бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясаты отбасын жоспарлауды қолдай отырып, ана мен баланың денсаулығын қорғауға және отбасының өмір сүру сапасын жақсартуға ерекше мән береді. Жалпы отбасын жоспарлауға келетін болсақ, бұл жерде жаңағы айтып кеткен көптеген бізде іс-шаралар өткізіледі, яғни бұл бізде прегравидарлы дайындықтар, мысалы әйелдердің консультациясы сияқты бізде кабинеттер өте көп, барлық емханаларда бар, барлық ауруханаларда бар. Бұл жерде яғни ең маңызды факторлар ол ең бірінші әйел адамның да, ер адамның да денсаулық жағдайын жақсарту болып табылады. Яғни бұл дефицитті жағдайлардың орнын толтырып, созылмалы аурулар болса оны ремиссия деңгейіне дейін жеткізу, және базалық түрде жаңағы витаминдерді қабылдау, ол бізде ең бірінші маңызды орын алатын, ол фолий қышқылы, яғни ол 400-800 микрограмм деңгейінде әйел адамда, ер адамда қабылдау керек, себебі бұл ең бірінші бізде спина бифиданың алдын алу болып табылады. Келесі бізде міндетті түрде витаминді 2000 мемлекет халықаралық бірлік бойынша есептеп, сол дозировкада қолдану, міндетті түрде димекальцин, мысалы анемиялық жағдайлар болатын болса, ол темір препараттарын қолдану, сол сияқты бізде жүзеге асырылады. Жалпы назарларыңызға рахмет. Егер де сұрақтар болатын болса, қойсаңыздар болады.